Сәлем достар, мен Айкерім, менің каналыма қош келдің. Бүгін сіздермен өте дәмді болатын баклажаннан салат дайындайтын боламыз. Барлық керек заттарды төменге жазып қоямын. Алдымен баклажан, көкпияз, помидор, қияр, болгарский сарымсақ, сәбіз, укроп, чим-чим, соевый соус және де тұз қажет болады. Алдымен баклажанымызды жуып тазалап, осылай 3 бөлікке бөліп, ортасынан тағы да бөліп жеріп, майдалау етіп турап шығамыз. Майдалау турасаңыздар әдемі болып шығады. Егер үлкен болса, үлкен қылып турасаңыздар, онда езіліп кетеді. Турап алған баклажанымыздың үстіне тұзды көптеу сеуіп, үстіне қайнаған суды құятын боламыз. Қайнаған суды көбірек құйып, үстіне ауырлау ыдыспен бастырып қоямыз. Баклажандарымыз батып тұру керек. Суда 20-30 минуттай тұрады. Ол аралықта біз помидорымызды, болгарскийімізді турап дайындап қоятын боламыз. Барлық заттарды осы видеода көргенде ұзынша етіп турайтын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, егер басқаша пішінді қаласаңыздар, солай етіп турай бересіздер. Мен барлық заттарды турап болдым. Сәбізімізді теркадан шығардым, майдалап. Баклажанымыз 20-30 минуттай суда тұрды. Енді осылай қолымызбен қатты қысып алатын боламыз. Суық қалмау керек. Судан сығып алған соң, қызып тұрған қазанымызға май құйып, майды көптеу етіп құямыз. Қызыған соң баклажанымызды салатын боламыз. Баклажанымыз толығымен 20 минутта пісіп шықты. Піскен баклажанымызды турап қойған заттардың үстіне ыстық күйінде салатын боламыз. Салып болған соң, оның үстінен чим-чимімізді саламыз, соевый соусымызды саламыз. Мен соевый соустан 2 қасық құйдым, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша құясыздар. Тұзымызды салып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң дастарханымызға тарта беруге болады. Міне менде салатымыз дайын болды. Өте дәмді, өте күшті шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Егер де осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сонда менің әрбір салған видеомды өткізіп алмайсыздар. Сау болыңыздар.